Мемлекеттік аппарат шешімді баяу қабылдайды. Осылай деген президент министрлерге тағы ескерту жасады. Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, елімізде реформаларды жүзеге асыру қарқыны баяу жүргізілуде. Үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы тағы қандай мәселе көтергенін әріптесім Жалға Зейнолла тарқайтып айтуға әзір. Ол сәлден кейін бізбен байланысқа шығып бар мәселені назарларыңызға ұсынады. Дәл осы жиында президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылы Қазақстанның экономикалық өсімі 4,5% болды деді. 2018 жылмен салыстырсақ сәл өскен. Ол кезде өсім 4,1% ғана болған еді. 2017 жылдың қорытындысы бойынша экономикалық өсім 4% көрсеткен. 2016 жылы бұл көрсеткіш тіпті төмен болған, 1% ғана. Қарап отырсақ, жыл өткен сайын экономикалық өсім жақсарып келеді. Бұл жалпы халықтың өмір сүру жағдайының жақсарғанын білдіре ме? Биыл экономикалық өсім қандай болады? Бұл сұрақтардың жауабын дәл қазір студия меймандарымен талқылаймыз. Студия меймандары біздің студиямызға дәл қазір келіп отыр. Армысыздар. Қалдарыңыз қалай? Дәл қазір үкіметте президенттің қатысуымен кеңейтілген жиын өтіп жатыр. Қазір біздің әріптесіміз сол жерден тікелей байланысқа шығып, болған жаңалықтарымен бөліседі. Оған дейін біз сіздермен сұхбатты бастай берсек. Енді президент 2019 жылы Қазақстанның экономикалық өсімі 4,5% болды деген көрсеткішті атап өтті. Бұл қаншалықты жақсы, одан да жақсы болар ма еді? Жалпы айтып кетер болсақ, бұл көрсеткіш енді белгіленген 4 және 6%-ның қарамағында болып отыр. Яғни бұндай көрсеткіш алдын ала көзделіп отырды. Жалпы дүниежүзілік банкінің көрсеткіштері бойынша жаһандық экономиканың даму қарқыны 2,9%-ды құрады. Яғни белгілі бір экономикалық дамудың жаһандық деңгейдегі баяулауын көріп отырмыз. Келесі жылға көрсеткіш 2%-ді құрайды деп күтілуде. Яғни болашақта да бұл көрсеткіш 4-6%-ның аралығында болады деген үміттеміз. Бауыржан Мырза, сіздің пікіріңіз осыған сай ма, жоқ өзге болжам жасайсыз ба? Енді әрине бізде жаңағы таблицадан қарадық қой, 2016 жылдан басқа уақыттардың барлығында экономика өсімінің бар екенін белгілі. Оған әрине ең бірінші фактор ол біздің мынау сыртқы экспорттық потенциалымыздың өскендігі. Өйткені қазір жыл өткен сайын мұнайға деген халықаралық дәрежедегі бағаның артуы. Өйткені біз әлі де шикізатпен біздің өзіміздің жалпы бюджет қаражаттарымыздың негізгі көп бөлігін осы сыртқы экспортта шығатын мұнайдың құнымен байланыстырыламыз. Жыл өткен сайын сол мұнайдың бағасы өскендіктен әрине бізде экономикалық өсім болады. Тағы да бір қосымша айта кететін жағдай, әрине мемлекеттің осы соңғы уақыттарда жасалып жатқан шағын және орта бизнесті дамытуға байланысты әртүрлі дотациялардың берілуі, салықтардан биылғы жылдан бастап босатылуы, шағын және орта кәсіпкерлердің тағы да басқа осында әлеуметтік экономикалық жаққа қарай ауысуы, яғни сыртқы макроэкономикалық, халықаралық экономикадан біздің ішкі потенциалымызды арттыратын бағытқа көшкендігінің нәтижесі жалпы біздегі мынау жыл сайынғы экономикалық өсімнің болуын, яғни жоғары болуын динамикасын көрсетеді. Бірақ та біздің потенциалмен қазіргі мынау келесі жылы мысалы 2% өсім береді деген сияқты, яғни ол ең пессимистік көзқарас болу керек. Біз яғни 2%-ды межеге жетсек, сол әрі қарай болды деген сияқты қанағаттанатын заман емес. Өйткені қазір Қазақстан халықаралық экономикаға интеграциялануға өте қатты кіріп жатыр. Бүкіл әлемдік сауда ұйымына, біздің Еуропалық экономикалық одақтың құрамына кіргендіктен біз осы мемлекеттердің арасындағы бәсекелестік қабілетімізді арттыруға үлкен мүмкіндік алуымыз керек. Бір ғана мысал, мысалға Ресейде қазіргі уақытта экономикалық өсім салыстырған кезде, және оларда қазіргі уақытта мынау өздерінің мұнай қорларын арттыруға байланысты, тағы да басқа мынау ішкі өндірістік күштердің арттыруына байланысты оларда бізден біраз алдыға қадамға кетіп қалды. Беларусь мемлекетін білесіздер. Яғни біз осы 5 мемлекеттің арасында біз әлі де бірінші үштіктің ғана құрамындамыз. Қырғызстан мен Арменияның алдында ғана. Яғни бұның өзі бізге үлкен жаңағындай тез шешім қабылдайтын үкіметтік шешімдерді бағыттау керек. Бүгінгі мынау кеңесте де президенттің бізге баяу қимылдайтын уақыт керек жоқ деген сөздің әр жағындағы астарының өзі біздегі осы интеграция ол біздің дамуымызды күтіп жатпайды.
Сол үшін де қазіргі уақытта тез шешім қабылдайтын мемлекеттік үкімет мүшелерінің шешімдерін біз нақты белгілеуіміз керек. Әрбір жаңағындай министрліктер өздерінің экономикалық дамудағы жоспарларын нақты көрсеткіштермен жүйелендіру керек. Экономикалық дамуды одан әріде жетілдіруге болады екенін президенттің өзі айтты. Және министрлерді сынға алды, олар өте баяу қимылдайды. Дәл қазір тікелей байланысқа әріптесім Жалғас Зейнолла шығуға дайын. Жалғас, сөз өзіңде. Жалғас. Қандай ақпараттармен бөлісесің, Жалғас? Қайырлы күн, Айжан. Жиын жаңа ғана аяқталды. Бірқатар мәселе көтерілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік қызметтерде қымбат көліктер мен қымбат жиһаздарға ұзақ мерзімді мораторий жарияланды. Сондай-ақ ысырапшылдыққа жол жоқ деген Қасым-Жомарт Тоқаев тек қана қымбат бұйымдар емес, сондай-ақ форумдар мен қажетсіз семинарлар, конференцияларды өткізе беруді тоқтату қажет деді. Жалпы осы ретте мемлекеттік басқару жүйесін толық реформалау керек деген президент бұл бойынша арнайы орган құруды ұсынды. Ол мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіруді, өзге де жұмыстарды, президент аппаратындағы жұмыстарды қадағалаушы орталық болып табылады. Ол сараптамалық мониторинг орталығын құруды мемлекет басшысының өзі тапсырды. Сондай-ақ қағаз бастылықтан арылып, бюрократияны жою қажет деді мемлекет басшысы. Халықтың жағдайын, әл-ауқатын көтеру ең басты міндет деген Тоқаев ұлттық банк төрағасы мен премьер-министрге және жауапты атқарушы орган басшыларына бірқатар тапсырма берді. Осы ретте президент Еуразиялық экономикалық одақ бойынша былтырғы жылдың көрсеткішінде Қазақстан инфляция бойынша алда тұр деп жайсыз нәтижені тілге тиек етті. Сондай-ақ еліміздің қаржылық секторы дертке шалдыққан, Қазақстанның қаржы жүйесі ауру деп қадап айтқан Қасым-Жомарт Тоқаев қаржы жүйесін жетілдіруді және бірізді қылуды тапсырды. Осы ретте банк секторының экономикадағы үлесі құлдырап барады деді мемлекет басшысы. Мәселен, өткен жылдың қорытындысы бойынша шағын және орта бизнесті несиелендіру 18%-ға төмендесе, ауыл шаруашылығын кредиттеу жүйесі 8%-ға төмендеген екен. Банктерді сауықтандыру жұмысын жалғастыру қажет, бірақ осы жерде мемлекеттік республикалық бюджеттің бүйіріне жармаспау керек деді президент. Сондай-ақ еліміздің мемлекеттік құнды қағаздарын халықаралық индексқа енгізу керек деген Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанға тартылатын инвестицияны көбіне теңгемен тартуға, құюға тырысу қажет деді. Сондай-ақ ақшаны елден жылыстату бойынша жалған келісімдерге жол бермеу қажет деді. Жалпы еліміздің сауда-экономикалық саясатында да кері нәтижелер бар екенін ескерген президент 2025 жылға дейінгі Қазақстанның сауда саясаты жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны әзірлеуді үкіметке тапсырды. Ал жалпы Асқар Мамин болса, үкімет басшысы өз кезегінде еліміздің 2019 жылға әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерінің нәтижелерін айта келе, экономиканың өсімі 4,5%-ды құраған, ал жалпы ішкі өнімдегі шикізаттық емес үлесті 85%-ға жеткенін тілге тиек етті. Оның ішінде өңдеу өнеркәсібі 4,4%, оған машина жасау, фармацевтика және жеңіл өнеркәсіптің септігі тиді деді. Тау-кен өнеркәсібі 3,7%, негізгі инвестиция капиталға тартылған 8,5%-ға өссе, тікелей инвестиция 9,5%-ға өскен. Жұмыссыздық деңгейі 4,4%-ды құрады. Ал өткен жылда айта келе, бюджеттің кірістерін айтсақ 9 триллион 688 миллиард теңге. Бұл былтырғымен салыстырғанда 1,5 триллион теңгеге көп. Ал бюджеттің шығыны 14 триллион 180 миллиард теңгені құрады. Осы арада шығыстар мен бюджеттің кірістерінің арасындағы сальдоны, жағымсыз сальдоны көруге болады. Сондай-ақ Асқар Маминнің айтуынша еліміздің 11 аймағында азық-түлік бағасы негізсіз қымбаттаған, оның көш басында Атырау, Павлодар, Орал қалалары тұр. Және де ал 2020 жылға арналған жоспарларды айтатын болсақ, бұл жерде инфрақұрылымнан бастайық. Келесі жылы 3,5 мың ауылды жаңғыртуға 900 миллиард теңге бөлінбек және 200 мектеп ашылады деді. Сондай-ақ 5700 жалпы ұзындығы 5700 шақырымға созылатын маңызды жолдар ақылы жүйеге көшетіні белгілі.
Ал жоспарды айтатын болсақ, жалпы ішкі өнімдегі бизнестің үлесін 30%-ға жеткізу керек деп айтылды. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнеркәсібі кешеніне 5 жылда 4,4 триллион теңге қаралған екен. Толығырақ мәліметті біз тағы да айтатын боламыз. Әзірге менде бар ақпарат осы. Айжан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Жалғас. Қарап отырсақ, атқарылып жатқан жұмыстар баршылық, десе де сындарда айтылатыны белгілі, әсіресе халық тарапынан. Бұл жерде нақты бір ескеретін мәселелер бар ғой, оның сол нақты қандай ол? Айтып өтсеңіздер, мысалы, экономиканы дамытуда және сіз әлеуметтік мәселелерді айтып өтсеңіз, экономикаға байланысты мен осы президенттің екі ұсынысымен өте қатты қолдаймын. Біріншісі ол әрине біздегі мемлекеттік сектордың билік органдарындағы қазіргі уақытта ысырапшылдыққа. Өйткені бізде әрине көптеген, яғни жылдың басында олар бір жылға арналған өздерінің жоспарларын қарап отыратын болсақ, өздерінің бюджеттерінің бір 30-35%-ға дейінгісі, яғни әртүрлі бір форумдарға, тағы да бір конференцияларға қатысу ол бір басқа болатын болса, екіншісі олардың жаңағындай мынау қазақстандық үлес деген бізде түсінік бар, яғни Қазақстанда шыққан өнімдерге деген сұраныс. Яғни осыған бас назар аудара алмайды. Біздегі неге Өскемендегі біздегі автопром әлі де өзінің 100% өндіріс күшіне жеткен жоқ. Неге Қостанайдағы автоконцерн жабылып қалды? Айналып келгенде осылардың барлығы бізде бір ғана мысал, Өзбекстан мемлекетіндегідей үлгіні біз өзіміздің мемлекеттік аппаратқа енгізуіміз керек. Яғни оларда 99% өздерінің отандық тауарларын, отандық машиналармен ғана қолданады. Ол өте бір қос қолдап қолдайтын дүние. Бізде әлі де сол дәрежеде өзінің дәрежесіне жеткен жоқ. Тағы да бір мәселе, біздегі қарапайым халық қазіргі уақытта біздің өзімізде мысалға Өскеменде деп жатырмыз, тағы да басқа жерлерде отандық құрастыратын автокөліктер бар. Бірақ та Евразиялық экономикалық одақ шеңберінде Армениядан, Қырғызстаннан, Ресейден қазіргі уақытта көптеген машиналар келіп жатыр. Яғни біздің осы қарапайым тұрғындардың қаражаттардың барлығы да сыртқы экономикаға кетіп жатыр. Неге біз осыны өзімізге тиімді пайдаланбасқа? Неге мемлекет әлі де осы автоконцерндерге дотацияны көбейте отырып, олардың несиелерін төмендетіп, немесе халыққа қол жетімді берген жағдайда біздегі әрбір екінші, үшінші адам, егер де өзіміздің отаннан шыққан кәсіпорындардың автокөліктерін мінетін болса, ол өзіміздің қаражаттарымыздың өзімізге енгізіліп пайдаға асуына бір себеп. Түптеп келгенде осындай мәселелер айналып келгенде экономикаға әсерін тигізеді, кері әсерін тигізеді. Әрине, егер де өзіміздің отандық тауарларға деген сұранысты арттыратын болса, оны мемлекет әртүрлі субсидиялармен, дотациямен қамтамасыз ететін болса, халық ол сыртқа Қырғызстанға, Беларусияға немесе Арменияға кетпейді, өзімізде қалады. Тағы да бір мәселе бізде қаржы секторы. Қазіргі уақытта қаржы секторы ол дертке шалдыққан деген сөз менде толықтай қосыламын. Біз көбінесе себеппен емес, салдармен күресеміз. Неге халықтың әрбір қазақ, әрбір үшінші қазақстандық несие алған, оның әрбір екіншісі қазіргі уақытта проблемалық несиелерге, яғни олардың қайтарып-қайтармауы не қайбыл. Біз неге осы несиеге халықты неғұрлым енгізіп жібердік? Өйткені бұның әр жағын қарайтын болсақ, жалпы бізде қарапайым ғана қаржылық сауаттылық деген жоқ. Біз мектептерде, университеттерде жалпы халықтың арасында осы қаржыны тез арада қаржыны ала салып, несиемен, яғни тұтынушылық несиемен алғаннан гөрі, оны бір уақытпен жинаудың, әрбір жалақының бір 10-15%-ын үнемдей отырып, біз өзімізге керек дүниені алудың мәнін, мағынасын халықтың арасында кең таратуымыз керек. Өйткені қазіргі уақытта тез беретін ақша дейді, тағы да мысалға потребительский несие дейді, соның барлығы да халыққа неғұрлым еніп кетті. Былтыр ғана мысалға елбасының 1.200.000 адамның 300.000-ға дейінгі несиесін жауап беру, ол жыл сайын болатын деп қабылдамауымыз керек. Бүгінгі жиында да президент өз сөзінде тағы да ескертіп айтты, үкіметке мынандай тапсырма берді. Енді халыққа жағдайы келмесе, уақытылы кредитті несиені төлей алмаса, берілмеу керек. Өте дұрыс. Өйткені мемлекет ол жаңағындай жыл сайынғы бере беретін бір былай айтқан кезде бос қаражаттар жоқ. Ол бір акция ғана, ол яғни халыққа ол жыл сайынғы бір акция сияқты болып қабылданбау керек. Сол үшін де burada бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы да, жалпы университет оқытушылар, тағы да басқа қаржыгерлердің барлығы да осының соңғы зардаптары, несиенің зардаптары туралы айту керек. Сосын барып екінші деңгейлі банктерге де мемлекет тарапынан қадағалауды күшейту керек. Өйткені қазіргі уақытта кепілсіз, кепілмен деген сияқты несиелер өте көп. Яғни халықты неғұрлым несиеге тәуелді қылып, сосын олар екінші деңгейлік банктер біледі. Егер де олардың банктердің бір қаржылық жағдайы қиындайтын болса, ұлттық қордан ақшаның бөлінетіндігі, яғни өздерінің проблемаларын мемлекеттің есебімен шешіп алуды бір жақсы жолға қойып алған, осының барлығы да тек қана мемлекетке зиян болып қана табылады.
Қасым-Жомарт Тоқаев сондай-ақ бүгін өткен жылы біз Евразиялық экономикалық елдері ішінде инфляция бойынша чемпион болдық деді. Бұған дейін президент өз сөзінде министрлер менің тапсырмамды орындамай жатыр. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру бойынша бұйрық берген едім, бірақ өкінішке орай орындалмай жатыр деп өзінің ашуын білдірген еді. Дәл осы мәселені біз бүгін тағы да көтеруді жөн санадық, өйткені азық-түлік бағасы 10 өңірде көтерілген екен. Оның ішінде көш бастап тұрған Атырау. Атырау халқын сөзге тартып, олардан нақты азық-түлік бағасы, тауарлардың қай түрлері қымбаттады деген сұрақты қойдық. Бірге тыңдайық жауаптарын. Ең қымбат ет өнімдері, потом кейін бақылап сүт өнімдері қымбат. Қымбатшылық бар ғой енді, жоқ емес. Әсіресе қандай тағамдар қымбаттап жатыр? Ол жағын көп біле бермей енді. Сатып алғанда қымбат деп айтып жататын, соны білем басқа. Практически 90% так получается. 10 өңірде енді қымбатшылық белең алса, ең қымбаты өңір Атырау дедік, ол жерде нақты не қымбаттаған халықтың өзі айтып берді. Ал бұл уақытта Асқар Мамин табыс артқанында айтып отыр, нақты айтқанда, мысалы 2,5-2 миллион 700 адамның жалақысы өскен дейді. Ал бүгін тағы бір ақпараттық агенттік сараптамалық орталық мынандай мәліметті келтірді. Қазір назарларыңызға графиканы ұсынсақ, еліміздегі орташа жалақы 105-400 мың теңге. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 11,1%-ға жоғары. Осылайша қазақстандықтардың жан басына шаққандағы табысы 5,4%-ға өсіп отыр екен. Ең көп еңбекақы алатын аймақтар тізімін 221.300 теңгемен Атырау облысы бастаған. Екінші орында 169.500 теңгемен жалақы алатын елорда тұрғындары жайғасыпты. Үздік үштікте 150.400 теңгемен оңтүстік Астана, Алматы қаласы еніп отыр екен. Сондай-ақ маңғыстаулықтар мен қарағандылықтар үздік бестікті түйіндейді. Байқасаңыздар, Атырау облысы жақсы жалақымен көш басында, бірақ азық-түлікте сәйкесінше көтерілген. Burada былай ғой, Жан. Әрине, Атыраудың орташа жалақысы үлкен болды, өйткені жалпы біздегі мұнай секторында соларда қалыптасқан, оны ортаға бөліп арқылы жаңағыдай жалақыларын, жоғары жалақы алатын адамдардың жалақысын орташа есеппен бөліп шығарып жатыр ғой. Бұл енді арифметикалық есеп. Burada неге азық-түліктер қымбаттап жатыр деген сұрақ. Өйткені былай қараған кезде сол Атырау мына батыс өңірлеріне оларда көбінесе мынау көкөніспен қамтамасыз ету, ауыл шаруашылығы өнімдерін қамтамасыз ету толыққанды жүзеге асырылмаған. Бізде сол елдің ішкі сұранысын біз мына көршілес Өзбекстаннан, Қырғызстаннан келетін тауарлармен қамтамасыз етіп жатырмыз. Бұдан шығудың ең бір жақсы жолы, әрине бұл біздің орталық шығыс өңірлері мысалға ет өнімдерін жақсы тасымалдайды. Яғни біз ешқандай да осы шығыс пен батыстың арасын делдалсыз қызмет көрсету арқылы солардан үлкен комбинаттар ашатын болсақ, яғни ет өнімдері бар, көкөніс өнімдерін оңтүстік Қазақстаннан ешқандай да бір делдалдық қызметтерсіз батыс өңірлерінде сондай бір үлкен комбинаттар ашып, сонымен қамтамасыз ететін болсақ, біз орташа сол жердегі инфляцияның да төмендеуіне қамтамасыз жағдай жасаймыз. Бұл бірінші кезекте. Екінші кезекте жаңа айтып жатырмыз, мысалға Евразиялық экономикалық одақ деп жатырмыз, мысалға бір ғана мысал, біз 2025 жылы осы соңғы уақытта білесіздер, 2-3 күннің көлемінде біздегі мынау АИ-92 бензиннің 2-5 теңгеге өскендігі. Бұл тек қана алды ғана. Біз 10 теңгеге дейін өседі деп жатырмыз. Мысалға көршілес Ресей мемлекетінде АИ-92 бензин маркасының құны 267 теңге тұрады. Бізде 162 теңге. Орташа есептеген 100 теңге арасында айырмашылық. 2025 жылы біз соны Евразиялық экономикалық одақтың дәрежесіне дейін көтеруіміз деген уәж бар екен. Яғни Евразиялық келісім бар. Бұл деген сөз, біз осы 4-5 жылдың көлемінде біздегі мұнайдың бензин бағаларының өсуі. Бірақ та біз егерде осы орташа жалақымыз 100 мың теңгенің әр жақ бер жағында болып тұрып, біз егерде 267 теңге әрбір литр бензинді төлейтін болсақ, ол біздегі үлкен инфляцияның болуын алып келетін жағдай. Ал Ресейде орташа жалақы 1 миллион теңгенің әр жақ бер жағында. Сол үшін де burada біз әлі де әлеуметтік жақтан мынау орташа жалақының өсу дәрежесін көтеруіміз керек. Өйткені біз бензиннің бағасын төмендетіп ұстай алмаймыз. Ол Евразиялық экономикалық одақтың қағидасына сәйкес келмейді. Біз бір одақ болғаннан кейін бір баға ұстануымыз керек. Ал біз
егер де жаңағындай жалақыны көтере алмайтын болсақ, онда жаңағындай халықтың қалтасына түсетін ауыртпашылықтың да болатын біз осы бастан білуіміз керек. Сол үшін де қазіргі мынау үкімет мүшелері, әрбір министрліктер осыған байланысты өздерінің нақты индикативті жоспарларын жасау керек. Қалай осының біз алдын аламыз? Өйткені бұл қазіргі уақытта біз әртүрлі мынау жәрдемақылар, көп балалы отбасыларға беріліп жатқан қаражаттардың барлығы да ол қазіргі болып жатқан мынау инфляцияны білдіртпей жатыр. Бірақ та егер де осы инфляцияны біз көтеріп алатын болсақ тағы да, ал жалақымыз сол 100 мыңның ар жақ бер жағында қалатын болса, онда жаңағындай несиеге тәуелді халықтың одан сайын тағы да басқа бір әлеуметтік жағынан ұтылуының алдына барамыз деген енді пікір. Осы арада Жанна ханым пікірін білгімге отыр. Енді сіздердің орталықтарыңыз стратегиялық зерттеу институты, нақты бір сараптама жасаймыз әлеумет экономика жағынан? Нақты сараптамаға келер болсақ, әрине халықты толғандыратын мәселелерге біз немқұрайлы қарамаймыз, барынша зерттеуге тырысамыз. Әсіресе мысалға осы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағаларының шарықтауы бізді қатты толғандырады. Біз жаңағы сараптама жасайтын болсақ, жалпы Ұлттық банкінің басшысы бүгінде отырыста айтып кетті, бағалар орташа шамамен 9%-ға артты деп, Атырау көш бастап отыр. Жалпы бағалардың өсуі бірқатар факторларға байланысты. Олардың арасында жаңағы әріптесім айтып кеткен тиімсіз делдалдық. Яғни мысал келтіретін болсақ, Павлодардағы картоптың бір келісі өндіруші сатқан кезде 50-60 теңгенің шамасында. Астанаға жеткенге дейін ол бір 150-160 теңгенің шамасында бірнеше есе өседі. Ол неге байланысты? Ең алдымен бұл жаңағы көкөністерді сақтауға. Бізде көкөністерді сақтайтын тиісті орындардың жетіспеушілігі. Сонымен қатар жаңағы сақтау, орау, логистикасы бар. Осының барлығын сонымен қатар көтерме сауда орындарының өздерінің қосатын құны бар. Осыған байланысты жаңағы азық-түлік тауарларының бағасы шамалап өседі. Осыны болдырмау үшін үкімет тарапынан, сонымен қатар жаңағы ішкі сұраныстың ұлғаюы да, осындай экономикалық парадокс деп айтамыз, енді ішкі сұраныстың ұлғаюы да, ол да бағаның өсуіне алып келеді. Яғни мысалға таза табыстың өсуі 5,4%-ға айтып кеттіңіз жаңағына. Ол да бағаның артуына алып келуі мүмкін. Сонымен қатар жаңағы үкіметтің жасалып отырған бір қатар шаралары бар. Олар тиімді деп айтуға болады, бірақ әлі де болса жергілікті атқарушы органдардың жасайтын жұмыстары да бар. Оның ішінде жаңағы тұрақтандыру фондтарының жұмысын ретке келтіру. Сонымен қатар 2019 жылдың тамызынан бастап тиісті ережелер күшіне енген болатын, яғни сол ережелер бойынша қайтарым схемасы жаңағы енгізіліп отыр, яғни жергілікті атқарушы органдар жаңағы тауар сатушылардың арасында меморандумға қол қою негізінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тиісті деңгейде сақтап тұруы қажет. Яғни бұл жұмыс негізінен жергілікті жерлерде атқарылуы тиіс. Бүгін Қасым-Жомарт Тоқаев тағы да мынандай тапсырма берді, әлеуметтік экономикалық реформаларды талдау және мониторинг орталығын құруды тапсырды. Қалай ойлайсыздар, бұл бастаманы не үшін көтерді ол кісі? Бұл енді мысалға мен бір айтып кетейін осы арада. Бұл енді жалпы біздегі мынау елдің әлеуметтік жағдай дейміз, осы жаңағы болып жатқан әртүрлі бағалардың өсуі, тұтынушылық тауарлардың бағаларының өсуінің барлығы да ол жергілікті мемлекеттік басқару органдарының да бір жұмыстарында бір кемшіліктер деп айтуға болады. Өйткені жаңағындай бізде қалай әрбір аудан орталықтарында, әрбір қалаларда оның өзінің әкімшіліктері бар. Яғни бізде ұлттық экономика министрлігі, ол былтыр ғана мысалға Дәленов мырза өзі сондай бір жақсы бастама көтерген. Яғни әрбір мынау нарық базарларға барып, солардың орташа бағаларын естіп, күнделікті мониторинг жасаймын деген сияқты бір жақсы халықтың арасында пікір қалыптастырған. Бірақ әлі ол бір уақытша бір акцияға айналып кетті, аяғында ешкім соңын білген жоқ. Ал ендігі мынау тапсырманы біз енді бұл тапсырма ретінде қалыптаспау керек. Бұл барлық тек қана Астана, Алматы, Шымкент сияқты мегаполистарға емес, бүкіл Атыраудан бастап, оңтүстіктен бастап, солтүстік, шығыс, батыстың барлығында да осы мониторинг жүргізілуі керек. Күнделікті біз оны әлеуметтік желілер арқылы бақылап отыруымыз керек. Қай жерлерде баға өсті, оған қандай себептері бар. Яғни делдалдардың қызметтерін біз осындай шаралар арқылы ғана алдын аламыз.
Ал егер де ол мониторинг жасалмайтын болса, жергілікті мемлекеттік басқару органдары оған бір қадағалауды, күнделікті бір есеп берулерінде өздерінің әрбір ауданнан бастап қаланың әкімдерінің жұмыстарының ең бірінші көрсеткіші сол жердегі тұтынушылық тауарлардың төмендігімен анықталуы керек. Сол кезде ғана біздің билік басындағы әкімшіліктер, әкімдердің барлығы да қозғалады. Әйтпесе бізде мынау орталық аппараттан ғана тапсырма түседі, ол бір айдың көлемінде ғана қадағаланды, одан бар тағы да жабулы жартас бұрынғы жабулы болып қала береді. Сол үшін де осындай шараларды біз күнделікті әлеуметтік желілер арқылы қадағалап, бұқаралық ақпарат құралдары оны халыққа кеңінен таныстыру керек. Демек, сіздің ойыңызша, бүгінгі мына президенттің тапсырмасы талдау және мониторинг орталығы дәл осы кемшіліктерді анықтаумен айналысу керек. Анықтаумен және де оның нәтижелерін көрсетумен айналысу керек. Жанна ханым, мысалы сіздердің зерттеу институттарыңызда небір мәселелерді анықтаумен, талдаумен айналысады, иә? Мысалы, мына енді орталық ашылатын болса, қордаланған проблемалар шешілуі мүмкін бе? Бұл орталықтың өзінің септігі болар ма екен? Әлде тағы да, мысалы, басқа да орталықтар бар ғой, сол сияқты қағаз жүзінде тұрып, қағаз жүзінде жұмыс істемек екен. Меніңше, бұл орталықтың бір ерекшелігі, бұл жаңағы елде жүзеге асып жатқан әлеуметтік программалар, мемлекеттік программаларды мониторинг жасау. Яғни бүгінгі күнде жүйелі түрде елде жүзеге асып жатқан мемлекеттік программалардың тиімділігі қаншалықты жоғары, жаңағы салынған ақшалардан қайтатын әлеуметтік экономикалық жағдайға қайтарымы қандай. Яғни осы сұрақтарға жауап беретін болса, бұл орталықтың жұмысы ерекше болады деп есептеймін. Себебі әрбір аналитикалық орталықтың өзінің алдына қоятын ерекше мәселелері бар. Мысалы, егер біздің институтқа келетін болсақ, бұл стратегиялық маңызы бар, яғни мәселелер, яғни біз әлеуметтік экономикалық саладағы барлық мәселелерді қамту мүмкін емес. Біз үшін, яғни біз халықты толғандыратын ең маңызды мәселелерге ғана көңіл бөлеміз. Ал бұл орталық толықтай жалпы елде әлеуметтік экономикалық жағдайдың динамикасы қандай, себеп салдары қандай, болашағы қандай, осы мәселелерге жауап береді деп күтілеміз. Яғни проблема шықпай-ақ, оның алдын алу бойынша жұмыс істеуі тиіс. Бұл жерде енді сіздердің де үлестеріңіз тиетін шығар, өйткені менің ойымша небір қандай орталық құрылса да, ол жерге нақты бір мамандар, экономистер, әлеуметтанушылар шақырылуы тиіс. Ол жерде сіздердің пікірлеріңіз міндетті түрде ескерілу керек. Менің бір таңғалатын, мысалы, біздің елімізде көптеген орталықтар, сараптама орталықтары, зерттеу орталықтары бар, бірақ өкінішке орай, енді білмейміз ғой біз. Олардың жұмыстары сараптама жүзінде мысалы шығарылады да, бірақ та үкіметке, қағаз жүзінде айтылады, бірақ үкіметке жетпейтін сияқты. Көптеген жаңағыдай квази мемлекеттік секторлар дейміз ғой, бізде қазір көп болып кеткен. Яғни бірінің жұмысын бір қайталайтын орталықтар өте көп. Яғни олар кәдімгідей мемлекеттің былай қараған кезде, егер ол құжат жүзінде қарайтын болсақ, ол бір құжат жүзінде қарап оны оқып шығатын болсақ, ол бір нақты нәтиже әкелу керек. Яғни олар құжат жүзінде ғана қалдырады, бірақ соны жүзеге асыратын жаңағыдай жергілікті органдар бар, тағы да басқа тікелей сонымен айналысатын органдардың қызметтермен арасында бір сәйкестік жоқ. Яғни біреуі әзірлетте оны қойып қояды, өздерінің объемдарын, ақ қаражаттарын алады да, оны игеріп деп соңында есеп береді. Ал оның нәтижесін әрі қарай талдаумен айналысатын бізде бір арнайы министрліктер бар, бірақ та олар бұл жағына үлкен бір назар аударып жатыр деп қазір мен айта алмаймын. Әйтпесе мынандай батыста неге жаңағындай тұрмыстық қажетті өнімдердің өсіп кетуінің алдын алуға неге нақты бір шаралар қолданбай жатыр. Біздің сол біздің қарапайым халықтың айтып жүрген жаңағындай қоймаларды, азық-түлік қоймаларын неге батысқа шоғырландырмасқа, осының барлығы да олардың құжаттарында тұр. Бірақ та нақты іске келген кезде олардың қолдары байлау қысқа болып қалады. Өйткені жергілікті атқарушы органдардың оларға деген қызығушылығы жоқ. Сол үшін әкімдерге тікелей осыны айналысатын ең бірінші мынау көрсеткіштерінің, қызметтерінің көрсеткіштеріне осы бағыттарды бірінші кезекте қою керек. Сондықтан сол бойынша халыққа есеп беру керек. Сонда халықтың алдында олар егерде өтірік айтатын болса, халық куә болады. Яғни бұрадағы ең арадағы байланысты нықтауымыз керек. Сол арқылы ғана біз жаңағыдай бір соңғы нәтиженің халықтың жағына қарай шығуына әкелеміз деп айтуға болады. Бағанағына енді әр жылдардағы экономикалық өсімге тоқталып өттім. Қарап отырсақ, 2016 жылы экономикалық өсім небәрі 1% ғана болған екен. Ол жылдары не болды және сондай жағдай қайталануы мүмкін бе бізде? Енді 2016 жылдар білеміз, барлығымызда онда үлкен жаңағыдай девальвация болғандығы, яғни экономикалық өсімдегі 1% көрсеттіріп жатырмыз. Өйткені ең бірінші кезекте ол бізде мынау сол уақытқа дейін ұлттық банктың ұстап тұрған
жаңағыдай валютаны ұстап тұру режимінің жаңағыдай плавание дейміз ғой, еркін жаңағыдай айналымға шығуына байланысты бізде жаңағыдай 35%-ға дейін девальвациялық көрсеткіштер. Яғни бұл да сол уақыттағы бір керекті, қажетті дүние болғандықтан ол жасалынды. Яғни бірақ оның нәтижесі әрине мына халықтың сол уақыттағы мынау өздерінің кірістерінің көп бөлігінен айырылып қалуы, мынау ақшасының құнсыздану осының барлығы да айналып келген кезде осының 1%-ға дейінгі экономика өсімінің төмендеуіне алып келді. Ал одан кейінгі мынау қалыптасқан мынау саяси реформалар ол енді қалыпты болып келе жатыр, өсімді де қалыпты көріп көрсеткіштері бар. Бірақ та бұл әлі де жаңағыдай біздің бір шегіміз деп айтуға болмайды. Біздің ішкі ресурстарымызды біз әлі де толықтай пайдаланып жатқан жоқпыз. Біз көбінесе өзіміздің ішкі ресурстарымызды пайдаланбай, біз әлі де мынау экспорттық потенциалымызға қарай назар аударамыз. Мысалға бір ғана осы бүгінгі осы үлкен кеңейтілген жиналыстағы президент тағы да бір айтқан дүниесі Айжан, ол мынау Семейге тарихи статус беруі. Мысалға осы Семейдің өзін былай қараған кезде тарихи статус беру арқылы ғана біз мынау моноқалалар дейміз ғой, кіші қалалардың дамыту жоспарын көруге болады. Бұл бір инвестициялық жоба ретінде қарауға болады. Өйткені Семей былай қараған кезде ол әлемге атағы шыққан Абайды берген халық. Халықтың орталығы. Яғни осы арқылы да біздің экономикалық туристік саланы дамыту керек. Міндетті түрде. Мысалға Семейдің экономикалық дамуын қарайтын болсақ, онда қазіргі уақытта мысалға бір кездер жұмыс жасап тұрған қаншама фабрикалар, зауыттардың бәрі тоқтап қалды да, халықтың 75-80%-ы қазір саудамен ғана айналысып жатыр. Ал бір кездер сол көрсеткішті қаншама зауыттар, фабрикалар қамтамасыз еткен. Ол Семейде бір дамытудың бір жолы ол өзінің бұрынғы фабрикаларын қайтадан жандандыру, екіншісі сол Семей қаласын туристік хабқа айналдыру. Өйткені Семейдің өңірінде Жидебай бар, Абайдың елі бар, әр жағына баратын болсаңыз Алакөл бар. Міне осының барлығына да сыртқы туристардың келуі бұл бізге жаңағындай қосымша бір экономикалық өсу береді. Міне осындай бағыттарды әрбір қалаға пайдалану арқылы біз тек қана мына мұнайдың ғана тәуелдігін арылып қалмаймыз. Екіншіден халықтың жұмыспен қамтуында біз әрі қарай қамтимыз, көбейтеміз. Бізге берген уақыт өкінішке орай аяқталды, сондықтан сіздермен қоштасуға тура келіп тұр. Енді менің ойымша алдағы уақытта жалақы, азық-түлік бағасы және инфляция бір-бірімен сәйкес келетін болады, иә? Бізде студияда болған Бауыржан Ысқақов, экономист, және Жанна Кәрімова, президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының әлеуметтік экономикалық зерттеу бөлімінің басшысы. Артымызға келгендеріңізге көп рахмет. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар.